Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздермен өте керемет дәмі тіл үйірер печеньенің рецептісімен бөлісейін деп жатырмын. Сүзбені сүйіп жақсы көретіндерге арналады. Құрамына керекті заттар бізде айран, сұйық май, қант қажет болады, қопсытқы және де жұмыртқа, ұн және де сүзбе, яғни творог бізге қажет болады екен. Ал жасалу жолы: бір дана жұмыртқа бізге қажет болады және оның үстінен бір пиаладай етіп, бірақ толтырмай, қантымызды саламыз да екеуін жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Қант жақсылап еруі қажет. Сосын оның үстінен жаңағы бір пиала толтырмай, жарты пиаладай етіп айранымызды құямыз. Айранымыздың кішкене жылы болғаны дұрыс, және оның үстінен жарты пиаладай етіп сұйық майымызды құямыз да жақсылап тұрып барлығын араластырып аламыз. Және бір стакандай етіп ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды қосып араластырып жіберсеңіздер де болады. Мен екеуін қосып елгезерден барлығын өткізіп алдым да осылай қосқан болатымын. Аз-аздан етіп қосып, қасықтың көмегімен жақсылап тұрып араластырып отырасыздар. Барлығын бірден салып жіберуге болмайды. Осылай мен видеода көріп тұрғандарыңыздай өздеріңіз аз-аздан етіп қосып тұрамыз. Міне бізде осындай болып шығады. Ең соңындағы кішкене ұнды қалған ұнымызды қосып жібереміз. 2 жұмыртқадан да жасап көрсеңіздер болады. Мен 1 жұмыртқадан жасап көрдім. Міне осы қолдың көмегімен қамыр илеп жатырмыз. Қамырымыз бізде дайын болды. Қатты қамыр болудың қажеті жоқ. Кішкене жұмсақтау болса бізге жеткілікті болады. Себебі біз бұдан форма жасайтын боламыз. Ал арасына, яғни салмасына қосатын бізге творог және де қант қажет болады. Немесе осының арасына малинаның вареньесін, сливаның, өріктің вареньесін қосып араластырып көрсеңіздер де болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Осылай жаңағы дайын болған қамырымызды оның көмегімен формаға келтіріп аламыз да оны 2 зуала етіп бөліп алатын боламыз. Менде 2 зуала шыққан болатын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көптеу жасаймын десеңіздер де жасап көруге де болады. Осылай зуаламызды алып, оны жұқалау етеміз де қолдың көмегімен, және де оның үстінен оқтаудың көмегімен жақсылап тұрып жайып алатын боламыз. Оны пышақтың көмегімен формаларға кесіп аламыз. Яғни осындай көлемді етіп кессеңіздер болады, таяқша болу үшін. Және де арасына осындай салмасына, творогтың салмасын салған болатынмын. Және де осылай самсаның түйген секілді осылай арасын қысып қоямыз. Кез келген салманы жасап көрсеңіздер де болады. Жаңағыдай қоюлатылған сүтті, сгушенканы да қосуға болады. Міне бізде барлығы дайын болды. Үстінен жұмыртқа жақсаңыздар керемет болып шығады. 180 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей барлығы дайын болды. Ыстықтай болып шықты. Иісі өте тамаша болып тұр. Осылай ыдысымызға алып жайғастырып алдық. Және де оның үстінен әсемдік беру үшін осындай мен сахарный пудраны қолданған болатын. Және де кішкене қантты болу үшін балалар сүйіп жейтіндей. Міне арасын ашып көрсетейін. Жұмсақ ауызда еритін печенье болды. Біздің YouTube каналға тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.